Енді міне бізге мына сызықтармен шектелген фигураның көлемін тап дейді. Қараңыздаршы, ешқандай бірақ нәрсені түсінсек болды. Біз жаңа айтып отырмыз ғой, көлемнің формуласын білейікші, болды. Көлемнің формуласы бізде айтып тұр. F от x квадрат dx. Мына жерге шектерін қоямыз, адам бұға дейін. Біздегі дәл қазіргі жағдайдағы шектеріміз мынау. Міне мынауымыз А, мынауымыз Б. Солай ғой? Ал f от x деп отырғанымыз міне мынау. Енді орында қойып шығатын болсақ, ешқандай оқитын тоқитыны жоқ, е? Пиді жазамыз да. А дегеніміз 0, Б дегеніміз 3. Мына функцияны қоятын болсақ, міне мынаны сразу квадраттаймыз. 9, енің x дәрежесі сыртында квадраты мына ержегеге сәйкес. dx тең. Енді мынаны просто пиіміз тұра берсін. Мына жердегі шығатын нәрсе бұл негізі 81 енің 2x дәрежесі ғой. 81 енің 2x дәрежесі мынау. 2x қой енді квадраттаған кезде. Сол кезде 81-ді сразу жақ сыртына интегралды жақша деп ойлауға болады негізі. Интегралды сыртына шығарып жейік 0-ден 3-ке дейін. Сол кезде енің 2x дәрежесі ғана қалды, dx. Енді біз білетіміз, енің x дәрежесі всегда интегралдан енің x дәрежесі өзі шығады. Немесе осы жерде мысалы алмастыруды қолдан кетуге болады. 2-нің x дәрежесін тең u дейтін болсақ, онда мынадан туынды тапсақ 2 ғой. dx тең ду деп. Бұдан dx-ті табатын болсақ, ол неме еді? 2-ден 1 ду. Міне, осы бойынша да айтуға болады негізінде. Енді ары қарай шығаратын болсақ. Просто ғана бүйтіп 81 пи 0-ден 3-ке дейін не болады? Енің u дәрежесі ду. То есть мына еще 2-ден 1 бар екен ғой. Өйткені бізде dx-ның орнында міне 2-ден 1 тұр. Ол 2-ні мына жаққа шығарып жіберейін тағы да. Келісесіздер ма? 2-ні шығарып жібердім. Сол кезде енді бізге ешқандай қиындық жоқ. Енің x дәрежесінен енің x дәрежесі өзі шығады. Сол себепті 81 пи бөлінген 2 көбейтілген енің u дәрежесі болады. Біз анықталған интеграл болғандықтан шектерін қоямыз 0-ден 3-ке дейін деп. Тең. Енді мына 81 пи бөлінген 2-ні коэффициент ретінде жазып қоймыз да, мына x-тердің орнына ғана қойып шығаруға тырысамыз. X-тердің орнына мен енді мына жерде сразу жазып кететін болсам, менде u дегенім не еді? 2x болатын. Келісесіздер ме? Сондықтан енің 2x дәрежесі. Осы арақ қоям 0 мен 3-ті. Мынардағы x-тің орнына. Енді ары қарай шығаратын болсам, мынауым тұра береді. Мынау тұр деп есептейікші. Ол тұр, е, 81 пи бөлінген 2 тұр. 81 пи бөлінген 2 тұр. Енді бізге қойып шығару керек. 3-ті мына бірінші енің мына бірақ қоямыз. Енің көбейтілген, енің неше дәрежесі болады? 6 дәрежесі болады. Келісесіз ғой 3-ті мына жерге қойған кезде. Оғыз тұр ма? X-тің орнына қойып отырмыз 3-ті. Азайту, енді мына төменгі шекті қойымыз. Енің 2-ні 0-ге көбейтсек 0 дәрежесі болады. Сол кезде не шығады? Мұнарадан енің 6 дәрежесі, мынау дегеніміз 1, мынау енің 6 дәрежесі. Сол кезде біздің жауап шығып тұр. 81 пи, міне. Жаңағы шығарып отырған жауабымыз осы болды ғой. Мынадай жауап шығып тұр. 81 пи бөлінген 2 жақша ішінде енің 6 дәрежесі минус 1 деген нәрсе шығып тұр. Енді түсінікті ме? Осындай жауап шықты.